Сәлем құрметті оқушылар, бүгін сіздермен біз комбинаторика элементтерін байланысты 9-шы параграфтың А-В деңгейіндегі есептерін шығаратын боламыз. Бұл жерде А деңгейіне 3 есеп, В деңгейіне 3 есеп берілген. Бірінші есепті қарастырайық. Бірінші есептің біріншісі. С 5/4, С 5/4 тең деп бұл жерде біз сол жақта берілген формула бойынша ашатын боламыз. Сол жақта берілген формула ол бізде комбинаторикадағы теорем формуласы болып табылады. Яғни формула бойынша ашқанда бөлшектің алымында 5-тің факториалы, яғни n-нің факториалы. Бөлімде 4-тің факториалы, k-нің факториалы, жақшаның ішінде n минус k, яғни 5 минус 4-тің факториалы. Бұл жерде 5 минус 4-тің факториалы, ол бізде білеміз 1-тің факториалы. 1-тің факториалы 1 болғандықтан, және де біз алымдағы 5-тің факториалы мен 4-тің факториалын бұл жерде біз қысқартып жібереміз. Сонда мына жерде бізде 5 қалады, 5 бөлінген 1, және сонда жауап бізде 5 деген жауап шығады. Екінші қарастырайық. С 5/3 формула бойынша ашқанда бұл жерде 5-тің факториалы бөлінген 3-тің факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 3-тің факториалы, 5 минус 3-тің факториалынан 5 минус 3-тің факториалынан бізде 2-нің факториалы шығады. Сонда мына жерде 5-дің факториалы мен 3-тің факториалын екеуін қысқартып жібергенде мына жерде 5 көбейтілген 4. Яғни ол 20 болады. 20-ны 2-ге бөліп жібергенде бізде 10 деген жауап шығады. Келесі С 6/3. 6/3 яғни бұл жерде 6-тың факториалы бөлінген 3-тің факториалы. Бұл жерде 6 минус 3-тің факториалы ол біз білеміз 3-тің факториалы болады. Кез келген бір 3-тің факториалымен қысқартып жібереміз алымдағы 6-тың факториалды. Сонда бізде қалған 6 көбейтілу 5 көбейту 4 бөлінген 3 көбейту 2 көбейту 1 жауап 20 деген жауап шығады екен. Келесі С 11/9. Яғни бұл жерде 11-дің факториалы бөлінген 9-тың факториалы, жақшаның ішінде 11 минус 9-тың факториалы тең 11 көбейту 10 бөлінген 2 көбейту 1 51 деген жауап шығады. Себебі бұл жерде 11-ден 9-ды алып тастағанда бізде 2-нің факториалы шығады ғой. Және де мына жерде бізде 11-дің факториалының ішінде 9-дың факториалын жеке алып шыққанда екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде 11 көбейту 10 деген сан қалады. Және де оны осы 2-нің факториалымен бөліп жібергенде бізде 55 деген жауап шығады. Келесі екінші есепті қарастырайық. 5 қаламның екеуін және 3 қарындаштың үшеуін таңдау тәсілін санын табыңыз. Бұл жерде екеуін көбейту арқылы жауабын табатын боламыз. Яғни С 5/2, 5 қаламның екеуі көбейткен 3 қарындаштың екеуі, яғни С 3/2. Екеуін көбейткенде бізде 10 көбейтілген 3 тең 30 деген жауап шығады екен. Екіншісі 10 раушангүлдің үшеуі және 7 қалампырдың 4-еуін таңдау тәсілін санын табыңыз. Бұл жерде С 10/3 көбейтілген С 7/4. Яғни бұл жерде формула бойынша ашып және оларды қысқартып жібергенде бізде 120 көбейту 35 деген формула шығады екен. Ең соңғы жауабы 4200 болып табылады. Үшіншісі 20 ер баланың екеуін және 21 қыз баланың екеуін таңдау тәсілін санын табыңыз. С 20/2 көбейтілген С 21/2 деп жаңағы формула бойынша ашамыз теорем формуласы. Және де оларды қысқартып жібереміз дағы. Ең соңғы жауабы 39900 деген жауап шығады екен. Келесі есепті қарастырайық. Бірінші есеп С 8/4 қосылған С 8/3 тең С 9/4. Бұлар теорем формуласы арқылы жеке-жеке ашып аламыз және қысқарту керектерін қысқартып жібереміз. Қысқартқанда бізде қалған сандарды жеке көбейтеміз дағы. Оларды қосу керек болса қосамыз және де бізде 126 тең 126 деп бірінші есеп дәлелденіп тұр. Екінші есепті қарастырайық. С 8/4 қосылған С 8/3 қосылған С 9/5 тең С 10/5. Бірден және формула бойынша ашатын боламыз. Және де бұл жерде қысқарту керек заттарды қысқартамыз. Осылайша жеке-жеке көбейтіп алып, енді бірден олардың жауаптарын қосқанда бізде 252 тең 252 деген жауап шығады екен. Яғни бұл жерде тепе-теңдік дәлелденіп тұр. Үшіншісін қарастырайық. С 6/0 қосылған С 6/1 қосылған С 6/2 қосылған тағы сол сияқты қосылған С 6/6 тең 64 дейді. Бірден білеміз, және формула бойынша ашып аламыз дағы. Бұл жерде қысқарту керек заттарды қысқартамыз. Сонда бізде 64 деген жауап шығады екен. Яғни тепе-теңдік бұл жерде де дәлелденіп тұр. 9/4 теңдеуді шешіңіздер дейді. Бірінші есепті қарастырайық.
с n-нан 2 тең 28. Формула бойынша ашқанда n-нің факториал бөлінген 2-нің факториалы жақшаның ішінде n минус 2-нің факториалы тең 28. Ары қарай біз бұл жерде n-нің факториалын n минус 2 арқылы ашып аламыз. Яғни n минус 2-нің факториалы көбейтілген n минус 1 көбейтілген n деп. Сонда алымындағы n минус 2-нің факториалы мен бөліміндегі n минус 2-нің факториалы екеуі қысқартып жібереміз. Ары қарай жаңағы мына 2 факториалды 28-ге көбейтіп жүргенде 56 деген жауап шығады. Осылайша квадраттық теңдеуді ашқанда бізде n1 тең 8, n2 тең минус 7 деген жауап шығады. Бұл жерде минус шыққанда бұл жауап қабылданбайды, ал жауап 8 деген жауапты қабылдаймыз. Екіншісін қарастырайық. С n-да n минус 3 тең 20-ы формула бойынша ашып аламыз. Және де формула бойынша ашқанда мына жерде n минус n екеуі қысқарып кетеді. Сонда 3-нің факториалы өзі қалады. Және де бұл жерде n минус 3 бойынша алымын ашып аламыз, яғни n факториалды. Сонда бұл жерде n минус 3-нің факториалы екеуі қысқарып кетеді. Тағы сол сияқты және есеп сияқты және 3 факториалды 20-ға көбейтіп жүргенде 60. Жоқ, 3-нің факториалы бізде 6, 6 көбейтіп жүргенде 120 болады. Кешірім сұраймын. Сонда ары қарай жақшаны ашып жібереміз. Бізде n куб минус 3n квадрат плюс 2n минус 120 тең 0 деген теңдеу шығады екен. Бұл теңдеуді біз өрнектеп шешкенде n минус 6 жақша көбейткен жақша n квадрат плюс 3n плюс 20 тең 0 деп ары қарай жауап бізде n1 тең 6. Себебі ары қарай есептегенде мына жердегі квадраттық теңдеуден жауап шықпады. Сол үшін n1 тең 6 деген жауапты алдым. Сіздер де тексеріп көрсеңіздер болады. Егер бір жерінен қате кетсе, комментарийға жазып кетсеңіздер де болады. Үшіншісі, с n-да n минус 2 тең 36. Формула бойынша бірден ашамыз. Бұл жерде де байқалып тұр, n минус n екеуі қысқарып кетеді. 2-нің факториалы өзі қалады. 2-нің факториалымен және 36-ны енді көбейтетін боламыз келесі қадамда. Оны көбейтпес бұрын мына жерде n факториал және есеп сияқты n минус 2 бойынша өрнектеп аламыз. Сонда n минус 2 бізде қысқарып кетеді. Ары қарай жақшаны ашқанда n квадрат минус n тең 72. Бұл квадраттық теңдеуден бізде n1 тең 9 деген жауап шығады екен. Келесі 9-да 5 асхана мәзірінде 7 түрлі сұйық тағам, 9 түрлі қою тағам және 4 түрлі сусын ұсынылған. Сұйық, қою және сусыннан тұратын түскі асты қанша тәсілмен таңдауға болады? Бұл жерде сұйық, қою, сусыннан бір-бірден таңдағанда бізде с 7-де 1, с 9-да 1, с 4-де 1 деп өрнектеп аламыз. Ары қарай теру формасы бойынша ашамыз. Сосын бізде ашқанда 7 көбейтілген 9 көбейтілген 4 тең 252 деген жауап шығады екен. 9-да 6-ны қарастырайық. Бірінші теңдеу. С 2n плюс 1, n минус 1 бөлінген с 2n, n плюс 1 тең 5 бөлінген 3 дейді. Бірден теру формасы бойынша ашып алайық, ондайша бірінші ретте. Бұл жерде ашқанда біз бөлу тұр, бөлу болғандықтан біз оны көбейту қылып жазамыз. Және де бұл жердегі 2n минус n-ді өрнектеп жібереміз. Яғни жердегі қосу керектерін қосып, алу керектерін алып, жақшаның ішіндегілерді. Сонда бізде осы теңдеу шығады екен. Ары қарай бұл теңдеуді біз 2n бойынша ашып алдық. Мына жерде яғни 2n плюс 1 көбейту 2n факториал 2n. Сонда бұл жерде бізде 2n факториал мен 2n факториал қысқарып кетеді. n минус 1 мен n минус 1 қысқарып кеткенде бізде осы теңдеу қалады екен. Және де бұл теңдеуді ары қарай ашқанда n плюс 2-нің факториалын біз ашып жібереміз, келесі қадамда. Сонда біз n плюс 1 факториал мен n плюс 1 факториал қысқарып кеткенде осындай теңдеу шығады екен. Ары қарай осы теңдеуді жеке-жеке көбейткенде бізде 3 жақшаның ішінде 2n плюс 1 жақша тең 5 жақшаның ішінде n плюс 2 деген теңдеу шығады. Бұл теңдеуді жақшаның сыртына шығарғанда 6n плюс 3 минус 5n минус 10 тең 0. Бұны ықшамдағанда бізде n минус 7 тең 0, яғни n тең 7 деген жауап шығады екен. Екіншісін қарастырайық. Бұл жерде енді бізде орналастыру формуласы қолданылады. Байқап тұрсаңыздар комбинаторикада. Бұл орналастыру формуласы да жалпы комбинаторикада өте маңызды формулардың бірі болып табылады. Сол үшін мұқият есте сақтап алыңыздарға кеңес беремін. Екінші есеп а 2n плюс 3 x минус 1 бөлінген а 2x x плюс 1 тең 1 бөлінген 30. Бұл жерде формула бойынша ашып аламыз. Ашқанда жаңағы есеп сияқты ортасындағы бөлшекті біз көбейтуге айналдырамыз. Оны көбейтуге айналдырмас бұрын біз бірден 2x минус 2x 3 плюс 1 2x минус 2xтерді ықшамдап аламыз. Сонда бізде теңдеу осындай түрде шығады. Ары қарай бұны біз факториалдар бойынша ашамыз.
яғни біз 2х факториалды қысқарып кету үшін 2х плюс 3-дің факториалын осылай қылып ашып аламыз. Сонда бізде 2х факториал мен 2х факториал қысқарып кетеді. Және де бөлімдегі мына жердегі x плюс 4-дің факториалы, x плюс 4-дің факториалын осылай қылып ашып аламыз. Осылай қылып ашқанда x плюс 1, x минус 1-дің факториалы, x плюс 1, x минус 1-дің факториалы екеуі қысқарғанда бізде теңдеу осындай түрде қалады. Бұл теңдеуді ары қарай ашқанда бізде осындай теңдік шығады. Ары қарай бұл теңдікті ашып 239 x куб плюс 711 x квадрат плюс 634 x плюс 156 тең 0 деген теңдеуден біз шешім шықпайтын, яғни шешімі жоқ екенін дәлелдедік. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз шығарып көрсеңіздер де болады. Себебі бұл теңдеуде бізде жауабы жоқ болып шықты, және де бұны негізі 234 алдындағы сандардың 711, 634 деді қысқарып кетуге болып жетті, бірақ олардың ортақ бөлгіштері жоқ екен, сол үшін олар осындай түйіннің түрінде қалды, және де бұл шешімі жоқ деп қабылданады есеп. Үшінші есеп. С n-нан 2 көбейтілген a n-нан 2 тең 32. Бұл жерде теру формуласы да, орналасу формуласы да екеуі де берілген. Осы екі формула бойынша ашқанда осындай теңдеу шығады. Ары қарай бұл теңдеуді біз ашамыз. n факториалды, яғни n факториалды, n минус 2 факториалды, n минус 1 көбейтілген n деп n минус 2 факториалы мен n минус 2 факториалын қысқартып жібереміз. Бөліміндегі n минус 2 факториалы мен n минус 2 факториалын ашылғанын қысқартып жібереміз. Сонда бізде қалған теңдеу осындай түрде болады, және де бұл теңдеуді біз алымын көбейткенде, бір-біріне көбейткенде бізде n квадрат жақшаның ішінде n минус 1 көбейтілген n минус 1. Себебі біз мына n-ді мына жаққа жібердік. Сонда n квадрат жақшаның ішінде n минус 1 болады. Ары қарай тағы да жақшаның ішіндегілер бір-біріне көбейткенде бізде n куб минус n квадрат жақшаның ішінде n минус 1 бөлінген 2 тең 32 деген жауап шығады. 32-ге 2-ні көбейтіп жібереміз келесі қадамда. Ол үшін алдымен жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқанда бізде минус екеуі қосылатындарын қосып алынатындарын алған кезде келесі қадамда n-нің 4 дәрежесі минус 2 n куб плюс n квадрат тең 64 деген жауап шығады. Бұл жауапты біз өрнектеп аламыз. Өрнектеп алғанда бізде осындай өрнектеу арқылы, мысалы, n 4 дәрежесі минус n куб минус n куб минус 8 n квадрат плюс n квадрат плюс 8 n квадрат плюс 8 n минус 8 n минус 64. Не үшін? Себебі бұл жерде байқағандарыңыздар минус 8 n квадрат 8 n минус 8 n. Яғни бұл жерде кейбір есептердегі плюс қосылу 1 минус 1 сияқты ғой, ешқандай нәрсе өзгермейді. Тек қана өрнектеу үшін, ары қарай бізге ыңғайлы болу үшін осындай амалдар қолданамыз, және де осы арқылы біз бұл жерде осындай теңдеуді өрнектеп шығардық. Ары қарай бізден шыққан теңдеу осындай болады. Яғни n квадрат минус n плюс 8, жақшаның ішінде n квадрат минус n минус 8 тең 0 деген. Ары қарай бұл екі теңдеуді ашқанда бізде бірінші теңдеуден n1 n2 тең 1 плюс минус арасында минус 31 бөлінген 2 деген жауап шығады. Ал екіншісінен n1 n2 ол 1 плюс минус арасында 33 бөлінген 2. Яғни бұл жерде бізде белгілі бір нақты сан шықпайды, және де ол түбірдің астында минустан шығып тұр. Сонда бұл жерде бұл есеп бізде шешім жоқ болып қабылданады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, келесі кездескенше.